Сәлеметсіздер ме? Бүгін біз сіздермен мына кестені пайдалану арқылы 192 сөйлемді құрап үйренетін боламыз. Бірінші қатарда сіздер есімдіктерді көріп тұрсыздар. Яғни олар мен, сен, сіз, ол, біз, сендер, сіздер және олар. Екінші қатарда баратын жерлердің аттары. Үшінші қатарда бару етістігінің өткен шағы. Төртінші қатарда бару етістігінің осы шағы және соңғы қатарда бару етістігінің келер шағын көріп тұрсыздар. Біз бірінші мен есімдігін аламыз, себебі қазақ тілінде біз сөйлем құраған кезде ең бірінші есімдікті қоямыз. Екінші, біз дүкенге сөзін алайық. Дүкенге сөзінен кейін біз бару етістігінің өткен шағын алайық. Сонда мен дүкенге бардым. Енді біз сен есімдігін алып, сен есімдігі бойынша сөйлем құрайық. Сен, екінші қатарда бізде кітапханаға, және де осы шақ бара жатырсың. Сен кітапханаға бара жатырсың. Келесі есімдік бізде сіз. Және де екінші қатардан біз жұмысқа сөзін алайық. Және де өткен шақтағы етістікті алайық. Бардыңыз. Сіз жұмысқа бардыңыз. Осылайша сіз осы қатардағы, яғни есімдіктерді аласыз. Мен, сен, ол, сіз, біз, сендер, сіздер осы есімдіктерді аласыз да. Екінші қатардағы баратын жерлердің аттарын аласыз. Және де соңында сіздер мына үш қатардағы берілген, яғни етістіктің өткен шағы, осы шағы және келер шағындағы өзіңізге қажетті етістікті аласыз да. Көптеген сөйлемдерді жасай бересіз. Ал енді осы кестеде көрсетілген барлық сөздердің қалай айтылатынын үйренейік. Мен, сен, сіз, ол, біз, сендер, сіздер, олар, дүкенге, кітапханаға, киноға, театрға, үйге, жұмысқа, концертке, әуежайға, бардым, бардың, бардыңыз, барды, бардық, бардыңдар, бардыңыздар, барды, бара жатырмын, бара жатырсың, бара жатырсыз, бара жатыр, бара жатырмыз, бара жатырсыңдар, бара жатырсыздар, бара жатыр, барамын, барасың, барасыз, барады, барамыз, барасыңдар, барасыздар, барады. Сіздерге бүгінгі сабақ ұнады деген үміттемін. Сіздер енді 192 сөйлемді құрай аласыздар. Келесі сабақтарда көріскенше сау болыңыздар.